Ассалаумағалейкум құрметті тыңдармандар. Маңғыстау облысы Дін істері басқармасы дін мәселелері бойынша ақпараттық талдау орталығының тапсырысымен айрақты көмек көрсету орталығының ұйымдастыруымен бүгінгі болып жатқан подкастымыздың тақырыбы діни тұрақтылықтың маңыздылығы турасында болмақ. Бізде бүгін қонақта Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы Маңғыстау облысының өкілі, сондай-ақ Маңғыстау облысының орталық Бекет ата мешітінің бас имамы Әнуар Үзімбайұлы, қош келдіңіз. Және де екінші қонағымыз Маңғыстау облысы дін істері басқармасының ақпараттық талдау орталығының оңалту бөлімінің теолог маманы Абдулхамидұлы Саид мырза, қош келдіңіз. Енді діни тұрақтылықтың маңыздылығы бұл қоғамдағы жалпы әрдайым өзекті болған тақырыптардың бірі. Соның аясында біз бүгін шолу жасап тереңірек талқылайтын боламыз. Енді бірінші сұрақ кезегі сізге, ұстазыз, діни тұрақтылық ұғымын қалай түсіндіресіңіз? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Бүгінгі осындай бір керемет өзекті болған подкастқа шақырғандар үшін үлкен рахмет айтамыз, алғыс айтамыз. Себебі бұл күн тәртібіндегі өзекті тақырып десек қателеспейміз, және бір ғана подкастта айтып қойылатын да мәселе емес. Бұны ұдайы айтып отыру керек, ұдайы бұны жан-жақтан талдап отыруымыз керек. Себебі мына қоғам, жалпы қоғамды мекендеген барша адамзат баласына ең бірінші керек дүние ол тыныштық, мамыражайлық, қауіпсіздік. Жалпы діннің мақсаты, жалпы біздің қасиетті ислам дінінің негізгі мақсаты қай қоғамда болмасын, сол қоғамда ең әуелі сол қоғамның тыныштығын сақтауға шақырады. Тыныштық болған жерде, тұрақтылық болған жерде даму да болады, өркениет те болады, мәдениет те болады. Бәрі де осы тұрақтылықпен, тыныштықпен егіз ұғымдар. Мына Хакім Абай айтады ғой, адамзаттың бәрін сүй бауырым деп дейді. Қараңызшы, адамзаттың бәрін сүй деп Абай атамыз өзі жер бетінде қанша адамзат баласы ғұмыр сүріп жатса, сол адамзатты өзімнің бауырым деп есепте. Оған өзіңнің бауырындай қарым-қатынас жаса, өзіңнің бауырыңа қандай мәміле жасасаң, сен де солармен сондай мәмілеге үндеп жатқан. Сондықтан діни тұрақтылық жалпы айтқанда бүгінгі қоғамда аса маңызды дүние. Шүкір, тәубе, осы уақытқа дейін бізде бұндай бір тұрақсыздық жағдай орын алған жоқ. Шүкір. Өйткені жалпы ислам діні бірінші орында мына кез келген сенім өкілінің діни наным сеніміне құрметпен қарауға шақырады. Ол қандай дінді ұстанса өз еркі, ләкум динукум уәлия дин дейді. Оның діні өзіне, менің дінім өзіме деген секілді. Себебі ислам діні кез келген наным сенімді, кез келген дін өкілін оның сеніміне құрметпен қарауға шақыратын дін. Бірде пайғамбарымыздың заманында, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, бір жаназаны алып өтті. Сол кезде пайғамбарымыз сол жаназа алып бара жатқанда орнынан тұрды, және пайғамбардың орнынан тұрғанын көрген сахабалардың барлығы орнынан тұрды. Өтіп кеткеннен кейін барып, қайтадан орнына отырып, сахабалардың бірі сұрақ қойды: Алланың елшісі, бұл қазір ғана өткен мәйіт, бұл бізден емес қой, яғни біздің бауырымыз емес, мұсылман емес қой деген кезде, сонда пайғамбарымыздың керемет жауабын қараңыз: бұл адам баласы ғой деді. Қараңыз. Осындай пайғамбарымыздың өзі қандай сенім иесі болмасын, оларды да mesela құрметтеуге сахабаларын солай тәрбиелеп отырғандығының мақсаты. Демек, бұл яғни біз өмір сүретін орта үшінде, біз өмір сүретін қоғам үшінде, қоғам болғандықтан әртүрлі діни сенім өкілдерінен құралады ғой. Демек, ондай жағдайда да болмасын, бізде оларды құрметтесек, онда қоғамда тұрақтылық та болады. Өйткені олар біздің дінімізге құрметпен қарайды. Біз олардың дініміне құрметпен қарасақ, қоғамда Құдай қаласа тыныштық та тұрақтылық та болады деп ойлаймыз. Енді келесі сұрағымыз, Саид мырза, сізге қоямыз. Бұл ұғым жалпы жеке адам мен қоғам өмірінде қандай рөл көрсетеді, қандай рөл атқарады яғни? Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Айтып жатқан сұрағымыз, бүгінгі талқылап жатқан тақырыбымыз өте маңызды, күн тәртібінен түспей, ұстазымыз айтып отқандай, адамның өміріндегі рөлі ол адамның, жаңағы айтып ұстазымыз айтып өткендей, жаңағы адамның ішкі
ішкі рухани, яғни өзінің ішкі рухани тәрбиесімен айналысу ғой. Яғни ішкі бірінші сыртқы діннің сыртқы формасына қарағанда бірінші адамның өзімен айналысуын, бұның жаңа адамның өміріндегі басты рөлдер десек болады. Өйткені бұл рухани енді тәрбие ғой. Бұл тәрбие өз адамның бірінші өзінен басталады. Шәкәрім атамыз айтқандай, біреудің мінін көргенше, жамандығын тергенше, өз ойыңды мазалап, өз бойыңды тазалап, өзіңмен күрес өлгенше дейді. Яғни бірінші адам өзінің ішкі дүниесімен, өзінің ішкі кемшілігімен, өзінің жаңа бойындағы бүкіл қасиеттермен жұмыс жасаған кезде ғана барып, ол тұрақтылық орнығады. Яғни тек сыртқы форманы жаңағыдай сезіммен қабылдап, эмоцияға беріліп, діннің сыртқы формасын ұстанып, қателіктерге бой алдыртқаннан гөрі, бірінші адамның діннің маңызды мәйегін алып, өзінің ішкі рухани, яғни руханиятына, өзінің ішкі дүниесіне оны сіңдірген кезде, ол сыртына көрініс береді. Ал қоғамдағы тұрақтылық, ол адамдардың тұрақтылық болуымен басталады ғой. Яғни қоғам ол адамдардан тұрады. Адамдардың ішкі тұрақтылығы орын алған кезде, қоғамда тыныштық орын алады. Жаңағы айтып жатқан толеранттылық, төзімділік, бұның барлығы діннің негізгі ұстанымдары. Қоғамдағы тұрақтылық, қоғамда тұрақты қоғам тұрақты болған кезде, ол дамуға кетеді. Тұрақсыз қоғамда ешқандай дамуда өркениет те болмайды. Жаңа айтып жатқан жаңағыдай діни тұрақтылық, бұл тек қана адамға қатысты емес, әрине бұл қоғамның да, бұның қоғамда да атқарар рөлі жоғары десек болады. Діни тұрақтылық ұғымы жалпы түсінікті болды деп ойлаймын. Өйткені сіз айтып жатсыз, мен айтқаныңызға қарап мынандай ой түйіп жатырмын. Демек, адам өзімен айналысатын болса, діни қасиеттерін өзіне сіңіретін болса, тиісінше ол айналасына, қоғамына пайдалы адам болады. Яғни пайғамбарымыз хадисі бар ғой, адамның ең жақсысы ол қоғамға ең пайдалысы болғаны деген секілді, адам өзімен жұмыс ол ең бірінші орында екендігін түсіндік. Келесі сұрағы енді діни тұрақсыздық енді қауіптері болуы мүмкін, тұрақсыздық танытпауы мүмкін. Өйткені Алла тағала Құранда айтады ғой, манағы истиқама деген мәселе бар. Егер де дінге келсең, оны истақим кама умирт, яғни өзіңе қалай әмір етілді ма, солай оны тура жолда ұстан дейді. Сол жағынан, егер осыны дұрыс ұстана алмай қалсақ, оның қауіптері қандай бізге алып келуі мүмкін, қандай қауіптер әкелуі мүмкін? Иә, сұрағыңыз өте өзекті сұрақ. Діни тұрақсыздық неге алып келеді? Діни тұрақсыздықтың салдары ол қоғамда дүрбелеңге алып келеді. Мына қоғамдағы радикализмнің туындауы осы діни тұрақсыздықпен тығыз байланысты. Демек, менікі ғана дұрыс, қалғаныкі бары бұрыс. Мен ғана пейіштікпін, қалғандар тозақтық деген егер бір догмада мәселен оның санасы соған тоқталып болатын болса, демек, өзінен басқалардың баршасына деген оның көзқарасы басқаша болып табылады. Демек, ол өзінің сенімменен санаспаған, өзінің сенімін мақұлдамаған екінші тарапты, ол жаңағыдай бір өзінің бір әсіре діншілдігіне салына отырып, неге алып барады? Оның дініне тіл тигізіп бара жатады. Ол тіл тигізген екен, ол да қарап тұра ма? Ол екінші бір адамның несіне, сеніміне, нанымына тіл тигізіп балағаттап, соңы неге алып келеді? Ол соңы қақтығысқа алып келетіндігі сөзсіз. Сол себептен мына діни тұрақсыздықтың салдары ол мемлекет үшін аса қауіпті. Себебі бұны бірнеше қырынан қарауға болады. Әлеуметтік жағы бар, психологиялық жағы бар, саяси жағы бар. Бұны кез келген қырынан асып қараған кезде бұны қауіпті деуге толықтай болады. Себебі дін мәселесі бұл өте нәзік мәселе. Дін мәселесіндегі, яғни бұл өте нәзік мәселе, ерлі-зайыптылардың жеке өміріндегі өздерінің жаңағыдай бір ерлі-зайыптылардың өзінің бөлмесінен шықпауы тиісті болған дүниелер бар ғой. Сол себептен дін мәселесі де осындай өзекті мәселе. Бүгінгі таңда мәселен осы дін мәселесіне кейбір адамдардың, лайықты емес адамдардың дін атынан сөйлеуі, дін атынан дұрыс емес жаңағы жауаптардың берілуі, дін ісінен мүлдем мұрнына діннің деген исі бармайтын адамдардың дін атынан сөйлеуі, бұл алып келген кезде қоғамдағы тұрақсыздықты алып келетіндігі сөзсіз туындайтын нәрсе. Қазақ оны бір ауыз сөзбен айтады, шымшық сойса да қасапшы сойсын дейді. Демек, әр саланың өзінің маманы сөйлейтін болса, әр саланың өзінің маманы тиісті деңгейде
туындаған сұрақтарға жауабын тиісті деңгейде жауап беріп отыратын болса, әрине қоғамда діни тұрақтылық орнайды. Діни тұрақсыздықтың туындауы, қарап отыратын болсақ, қазір әлеуметтік желіде дін тақырыбынан сөйлеп жатқандарды екінің бір адам сөйлейді қазір. Блогер баршасы. Блогер бола ма, мәдениет Діни емес саласының мамандар қызметкері ме, басқа сайт қызметкері ме, дін деген нәрсе, сіз өзіңіз ойлаңыз, сіз жаратушының жер бетіндегі өкілісіз. Дін жаратушыдан келеді ғой. Жаратушы тарапынан келді ме, демек сіз жаратушының жердегі өкілісіз. Демек сіз діннен қателесетін болсаңыз, онда сіз Алла тағаланың дінін дұрыс жеткізбегендіктен Алла тағалаға тіл тигізесіз айналып келген кезде. Сол себептен осы мына қоғамдағы мына тұрақсыздықтың туындайтын мәселесі, осы мына лайықты емес адамдардың дін атынан сөйлеуі, лайықты емес адамдардың дін атынан ақпарат беруі, және әлеуметтік желіде отырып алып, бір-екі ғана ақпаратпен ғана шектеліп, сол түсінген ақпаратын өзгелерге түсіндіруге тырыспағатын азаматтар болсын, азаматшылар болсын, қай сала өкілі болсын болмасын, неге осы тұрақсыздыққа алып келетін дүние содан туындайды. Жалпы қарап тұратын болса, сондықтан мемлекет үшін аса маңызды дүние бұл діни тұрақтылық. Тұрақсыздық, қазақ былай қараңызшы, керемет түсіндіреді. Бір күн ұрыс болған үйде 40 күнге дейін берекет кетеді дейді. Бір елде ұрыс керіс болатын болса, ол елден 40 жылға дейін берекет кетеді. 40 жыл деген сөз, яғни ол деген сөз, яғни ғасырдың жартысы ғой. Демек, осы діни алауыздық, діни догма, әсіре діншілдіктің салдары қоғамның кері қарай кетуіне, экономикамыздың басқа мәселедегі кері қарай кетуіне осы тұрақсыздық, діни тұрақсыздық алып келетіндігі бүгінгі таңда белгілі болып отыр. Өте керемет жауап бердіңіз. Осы жерде мен де ойлап отырмын. Өйткені мына діни емес мамандарға сұрақ қойған кезде де тіпті қандай да бір оқырмандарымызға да айтарымыз сол, жалпы қоғамда қандай да бір мәселе болатын болса, онда сұрақ көкейінде пайда болады, діни мәселеге қатысты болады, немесе ата-анасынан бірінші қояды бала сұрақты, одан кейін бұл кезде ата-ананың атқаратын рөлі дер кезде арнайы мамандарға апару, мысалы мешіт ұстаздарына, имамдарына, немесе теолог діни қызметкерлерге жетегіне ұстатып, сұрақтарын қойдыртып, өзі де қатысып осындай ақпарат беру. Ал қазіргі кезде көбінесе мына Инстаграм, жаңа TikTok желілері көп қой, YouTube бар. Соның ішінде біз қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс екенін білмейміз. Тіпті баланың өзі қазіргі мына жасанды интеллект деген пайда болды, соған сұрақтарын қояды да жауабын алады. Сосын қате дұрыс емес бағытқа адасып кетіп жатады, сондай жағдайлар өте көп. Сол себепті бұның таяқтың екі ұшы бар демекші. Маман емес адамдар сөйлегені былай тұрсын, тіпті сұрақ пайда болған кезде дер кезде өзіне қажетті маманға қоймай тұрды бұл жерде сұрақты. Осы да үлкен екі қауіпті мәселе. Яғни бұл жердегі түсінетін нәрсе, дін деген ол үлкен жауапкершілік, оны өзінің арнайы мамандары бар. Бізде Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы муфтият бар, яғни Наурызбай Қажытағанұлы осыған жауапты. Бүткіл Қазақстан жерінде қандай да діни мәселе болатын болса, осы кісінің берген бағыт бағдары мен пәтуа сұрақтарына, жауаптарына біз бағынуымыз міндет болып табылады. Енді келесі сұрақ келген Саид мырза, сізге қойсақ, тұрақтылықтың діни фанатизмі енді айырмашылығы қандай? Сіздерде мысалы әкімшілік саласында жасап жатсыздар, қандай да бір мәселелер болады, ол жерде тек қана исламдық бағыт емес, әртүрлі христиандық бар, бірнеше ағымдар, конфессиялар. Осы мәселе келген кезде діни фанатизм деген кезде тек қана біз ислам емес, басқа да тараптардан қалай болады? Сұрағыңыз өте орынды. Тұрақтылықтың діни фанатизммен айырмашылығы, яғни діни тұрақтылық ол жаңа айтып жатқан толеранттылық, төзімділік, бұның мұндай түсініктердің барлығын бойына қамтып тұр ғой. Тұрақтылықтың айырмашылығы, діни тұрақтылық ол жаңа айтып жатқан Шәкәрім атамыз айтқандай өзінің ішіне біліммен, өзінің бойындағы кемшілігімен, қасиеттерімен күресу болса, және тұрақтылық ол әрқашан іздену, дұрыс сенім көздерінен іздену, кітаптардан айтып жатқан бұқаралық ақпарат құралдарында дұрыс бағыттағы сенімді ресми парақшаларды пайдалану арқылы, қазір көпшілік жастар енді интернет бағытта жүр ғой, интернет ғаламторды, сол кездің өзінде де ресми сауатты, ресми жаңағыдай парақшалардан қараудың өзі бұл сауаттылық, ғаламтордағы сауаттылық болып табылады. Яғни сұрақты жаңа орынды айттыңыз, өзіңіз сұрақтың өзін орынды қажетті жерге қоюдың өзі бұл ғаламтордағы сауаттылық болып табылады. Яғни тұрақтылықтың жаңа фанатизммен айырмашылығы, бұл тұрақтылық бұл әрқашан қауіпсіздік, мемлекеттің рухани іргетасы десек болады. Себебі ол мемлекет, ол
адамдардан құралады. Адамдар болғаннан кейін ол жерде сенім міндетті түрде болады. Сол сенімнің яғни діни сенім, былай айтқан кезде, яғни діни тұрақтылық болған жерде мемлекеттің де тұрақтылығы, қауіпсіздігі бар, айтып жатырмыз манан бері осы діни тұрақтылық тақырыбында. Ал фанаттық көзқарас бұл төзімсіздік, бұл қарсы тарабы десек те болады. Төзімсіздік, жаңағы айтып жатқан қызуғандылық немесе эмоция, сезіммен қабылдау, бұның барлығы фанаттық көзқарас. Яғни жапырақ секілді әрбір жерге ұшып қонып, әрбір ойдан екінші ойға секіріп, бір тақырыпқа үңілмей, ол тақырыптың жетігіне жетпей, яғни оң терісін анықтамай жатып, бір ұстанымды, яғни менің ұстанымым ғана дұрыс, басқаныкі бұрыс деп, және оны өзінің ұстанымын басқаға таңу, яғни күшпен таңу, бұның барлығы фанаттық көзқарас болып табылады. Насихаттау. Енді негізгі фанаттық көзқарастың ар жағын қарасақ, бұл фанаттық көзқарас, бұл арғы жағы негізі радикализмге алып барады. Себебі ол тек қана бір ғана көзқарас ұстанып, соны ғана таңып, осыны дұрыс деп, және басқаларын қабылдай алмау, яғни тек қана өзінің ғана көзқарасын ұстану, бұл радикализмге алып барады. Енді радикализм деген не десеңіз, ол радикализм, яғни бұл адамның ой өрісіне, дүние танымына, ұстанымына, сеніміне әсер ететін процесс десек болады. Ол бірнеше этаппен жүреді, яғни айтып отқанымыз. Яғни бұл, қарап отырсаңыз, бұл бір идеология, яғни төзімсіздік, сондай қатыгездік идеология болса, оның арғы жағы, яғни айтып жатқанымыз экстремизмге алып барады. Бұл экстремизм дегеніміз жаңағы қауіпті фанаттық көзқарастан туындаған радикалды қауіпті идеологияны жүзеге асыру, әрекетке бару, бұл экстремизм болып табылады. Қарап отырсаңыз, кішкентай бір маңызды емес мәселе сияқты, бірақ қарап зерттеп қарасаңыз, бұл фанаттық көзқарастан туындаған себептердің арқасында осындай әрекеттерге алып барады. Демек, бұл жердегі фанатизм, яғни бірбеткейлік қой. Бірбеткейлік бұл қандайда бір қауіпті істердің бір тетігі ретінде біз онда баға беретін боламыз. Демек, бұл жерде фанатизм өзіндікі дұрыс, қалғандарынікі қандайса да дұрыс емес, тек қана менің жағым дұрыс дейді. Сол себепті арнайы маман таңдаған кезде, демек ұстаздарды тыңдаған кезде, жаңа бейресми парақшалар болсын, соларды тыңдаған кезде, демек сол жеке басқа осы кісінікі дұрыс дейді, демек қалғандарыныкін дұрыс емес деп те баға беру мүмкін ғой. Бұл жаңағы мысалға бір сенімді ұстанып жүрген адамның бір сенімді ғана дұрыс деп, басқаны бұрыс деп айыптауы, бұл білімсіздік қой, негізі басында арғы жағы, негізі надандықта тұр. Имам Шафидің қателеспесем сөзі бар, менің пікірім дұрыс, бұл бірақ бұрыс болу мүмкіндігі бар дейді. Басқаның пікірі бұрыс дейді, қате дейді, бірақ дұрыс болу мүмкіндігі бар деген мағынадағы сөз айтқан. Қарап отырсаңыз, яғни сондай дүниенің, яғни дүниедегі бір туар сондай білімді, ғылымды былай айтқан кезде діннің 4 ұстыны болса, соның бірін қалаушы, негізін қалаушы имам Шафидің өзі менікі ғана дұрыс, басқаныкі бұрыс деп айыптаумен айналыспай, басқаныкі де дұрыс болу мүмкін деп, яғни толеранттылық, басқа адамдардың пікіріне деген құрметтігін көрсетіп жатыр да. Осы сіз имам Шафи деп айтып жатсыз, белгілі бір деректерде оқығанымызда естіп едік ұстаздарымыздан, имам Шафиге тіпті қайтыс болған Абу Ханифаға зиярат еткен кезде барып шәкірттерімен Ханафи бойынша намаз оққан. Демек, бұл жерде бүткіл дүниетаным, ұстаным, ғибадаттың өзін сол өлке, мысалы Куфа, қазіргі Ирак аймағы, сол жерде намаз оққан кезде де Ханафи бағытымен ешқандай тұрақсыздықты алдын алып, яғни түсініспеушілік болмау үшін деп, шәкірттердің арасында араздастық болмау үшін деп арнайы өйстіп оқытқан болатын. Соның өзінен біз іс-әрекеттен көреміз. Демек, бұл діни маңыздылықтың тіпті мазхабтар арасында бір-бірін өзара құрметтеп осындай практикада жүзеге асқан жалпы тарихта. Сол жағы. Енді осыған байланысты имам ретінде сіздің қызметіңізде тұрақтылық сақтау үшін қандай жұмыстар атқарылуда? Енді жалпы айтқанда дінге деген сұраныс ол табиғи жағдай ғой. Адам бала жетілгеннен кейін, әртүрлі ақпарды естігеннен кейін бастап дінге деген қызығушылық туындайтыны табиғи заңдылық. Бір нәрсені астын сызып айтуымыз керек. Бұл рухани сұранысқа жауап беретін не химия, не физика, не интернет саласы емес. Бұл рухани ілім болғандықтан, бұл кәдімгі руханият мамандарының еншісіне қалдыратын болсақ, сол руханият мамандары сол рухани кеңістіктегі сол
орынды қанағаттандырып Иә. табылады. Әрине, қандай жағдай болмасын, бүгінгі таңдағы мешіт қызметкерлеріне, үлкен ұстаздарға жауапкершілік едәуір орасан. Себебі бүгінгі 21 ғасырдың жастары кешегі 20 ғасырдың жастарынан бөлек, қазіргі бөлек, сұраныс бөлек, күнделікті мәселен ғылымның, технологияның қарыштап, сәт санап дамып жатқан кезеңінде имамдарға да, осы дін саласының жілігін шағып майын ішкен мамандарға да артылатын жауапкершілік орасан зор. Бүгінгі таңдағы барлық мына ақпарат салаларының барлығында көш басында осы имамдарымыз болып, сол жердегі туындаған сұрақтарға дер кезінде жауап беріп отыратын болса, мен ойлаймын, жастарымыз жатағының жетегіне кетпейді. Сол себептен бүгінгі имамдарға да артылатын жүк орасан зор. Тек қана біз мешіттің ғана ішінде шектеліп қалмастан, барлық қоғамдық орындарда, дөңгелек үстелдерде, жиындарда, басқа қоғамдық орындар болсын, барлық жерлерінде, сол жерлерде елмен бірге араласып, жастармен бірге солардың ортасынан табылатын болсақ, өйткені жастар имам келгеннен кейін міндетті түрде өзінің көкейіндегі сұрағын сол көптің ішінде сұрауы мүмкін. Не болмаса бір жеке дара өзіндегі бір толғандырған, ойландырған сұрақтарын имам бір сұрағын береді, мазалап жүрген орайы сәт түсіп тұр, келіп қалған екенсіз, сұрап қалайын деп сөйтіп сұрап жататындығы бар. Ал егер кейде мына ұят деген жалпы жақсы қасиет қой, бірақ мына білмеген нәрсені сұрамау негізі қауіпті. Білмеген нәрсені, демек өзге жақтан ақпарат алу мүмкін. Ақпарат алу, ұялып, мәселен басқа бір ақпараттан, немесе бір жаңағыда бір әлеуметтік желіден ұят, осындай жасқа келдім қазір, осындай салайыз, чат GPT-ден ала салайын, сол жерден жауабы бәрі дайын тұр ғой деген секілді қылып, ол мүмкін басқа жақарай өзінің жаңағы көкейіндегі сұрағына басқа бір ағымның, басқа бір жаңағы бір идеологияның өкілдерінің берген жауаптарымен қанағаттанып та қалуы мүмкін. Сол себептен жалпы айтқанда бүгінгі ғасырдағы дін қызметкерлеріне, мешіт қызметкерлеріне жан-жақты болу қажет. Енді бұл жерде рухани деп айттыңыз, басында рухани болмыспен жұмыс жасау ғой енді адамның. Әрине. Бізде мысалы қоғамда неше түрлі болып жатады, мысалы құқық бұзушылық болады, сол құқық бұзушылығымен байланысты заңдармен жұмыс жасайды. Басқа салада мысалы ауырып қалған жағдайда оның денсаулығымен, физиологиясымен жұмыс жасайды. Ал енді бұл жерде дін дегеннен кейін, дін деген ол адамның жүрегі, былайша айтқан кезде жүрек қандай болса, ол соған сай өзінің жемісін көрсетеді дейді. Демек бұл жерде рухани болмыстың жұмысы бұл адамзатқа, мысалы туа біткен адамзаттың дүниетанымын өзгертіп немесе оны оңалтып, мысалы бір жаққа түзетудің өзі бір үлкен шаруа, қиын. Медицина, жалпы медицина саласы адамның тәнімен жұмыс жасайды. Адамның ағзалары ауырса, соны емдеу жолдарымен айналысады. Дін саласы бұл адамның жан дүниесімен айналысады. Яғни рухани аурулармен айналысады. Сол себептен имам деген сөз, яғни рухани шипагер деген сөз. Рухани тәлімгер, рухани дәрігер. Бүгінгі тілмен айтатын болсақ, медицина саласының кардиолог, жаңағыдай остеопат болсын, қандай өзінің саласының болғанменен, бірақ дін деген нәрсе ол руханият. Ол адамның жан дүниесі. Демек сол жан дүниесінің емдейтін дәрігердің өзі осал болмау керек. Ол терең білімді, жан-жақты қамтылған, алдына келген жаңа сұрақ қоюшының, соның сұрақ қоюының астарындағы ол сұрақты не үшін қойып жатыр. Демек, бұның отбасында, немесе бұның жан дүниесінде осындай бір жатыр. Осыны таба біле білу керек. Бұл айтқан кездегі диагнозы ғой. Диагнозын дұрыстап таба білсе, қоя білетін болса, құдай қаласа ол азамат имаммен бірге жақсы бір байланыс орнатып, әрмен қарай жағдай көкейіндегі сұрақтарын кез келген көк аттадан емес, арнайы мамандарына барады деп есептеймін өзім. Өте керемет, тұшымды жауап болды. Енді жастар деп айтып өттіңіз бана, қазіргі жастардың енді мешітке көбінесе жастар дінге қызығып жатады. Сол себепті олардың діни сауат деңгейі қандай дәрежеде? Біздің енді алдымызға келетін, мешітке келетін жамағаттың басым бөлігі деп айтсақ қателеспейміз. Басым бөлігі 70% десек жастар ғой. Ал жастардың мына имандылыққа, мешітке келгендігі бұл қуантарлық. Себебі Алланы естіген, пайғамбарды естіген жастар ертең ел тізгінін қолға алғанда елдің қазынасы қол сұқпайтын, мына аманатқа қиянат жасамайтын, ең болмағанда өз басын, жеке басын алып жүре алатын, өзгенің ала жібін аттамайтын, өзгеге қиянат жасамайтын ұрпақтар
болып қалыптасады деп біз сенеміз. Иә. дей тұрғанмен қазіргі мына осы әлеуметтік саладағы арнайы мамандар бар ғой, сарапшы мамандар бар, мәселен әлеуметтік желі қарап отырады дағыны, мәселен Қазақстандағы жастардың әлеуметтік желіні пайдаланудағы діни нелерге жаңа контенттерді пайдалану статистикасына қарай отырып, білуімше орташа екен жалпы. Орташа. Ал бірақ біз тарапымыздан жалпы мына жастайынан бойын арақтан аулақ ұстайтын, бойын жаман әдеттерден аулақ ұстайтын, бойын әртүрлі қазір мына құмар ойындардан өзін жастар тежейтін болса, Құдай қаласа ол жастардан біз жамандық күтпейміз. Дегенмен екінші жағы бар, ол жастарымызға біз дұрыс толыққанды мағлұмат бере алатын болсақ, ол құба-құп дүние болып табылады. Керемет. Яғни дер кездегі дұрыс ақпараттың жетуі ғой біздегі мәселе. Иә. Осы орайда Қазақстан мұсылман діни басқармасы бізде деген 2025 жылға арналған әр жұманың тақырыбы бекітіледі. Әр жұманың тақырыбының ішінде міндетті түрде сол жұма тақырыбында жастарға қарата, жастардың бойындағы имандылықтың дәнінің егілуіне, о жағына ерекше көңіл бөлінеді. Баса назар аударады. Демек, Қазақстан мұсылман діни басқармасының жанынан шығып жатқан барлық мақалалар болсын, мына уағыз насихаттар болсын, бүгінгі уақыттағы жастардың алған бағытына, жалпы дінге бет бұрушылардың үлкен болсын, орта болсын, кіші буын болсын, барлығының байқандағы бір солардан туындаған дүниеге байланысты арнайы жұма уағыздар дайындалады. Арнайы еңбектер осыларды жалпы қазақ халқының жамағаттарының, былайша айтқанда дінге қызыққан азаматтардың баршасын қамтитындай сондай құрастырылатын болып тұр ғой демек. Енді өзіңізде маман ретінде байқап қарасаңыз, соңғы уақыттардағы діни әдебиеттердің басым көпшілігі психологиялық екен. Иә. Психология. Батыс мамандарының көбінесе аудармалары. Батыс мамандарының аудармаларын алып бізге ұсынып жатыр. Демек, бұл жайдан жай туып жатқан дүние емес. Сол себептен адамға бірінші керектегі мына психологиялық, діни психология деген кітаптар дүниеге көбірек келетін болса, Алла қаласа, біз жастарымыздан жамандық күтпейміз. Рахмет сізге. Енді жастар деп жатырық, манадан бері әлеуметтік желі бар. Енді жастардың мысалы әлеуметтік желі арқылы діни ақпарат алады ғой. Соның әсері қалай көрінеді жалпы? Сіздің өзіңіздің практикаңызда былайша айтқан кезде. Иә, әлеуметтік желі қазіргі қоғамдағы енді былай айтқан кезде басты ақпарат алушы құралдардың бірі болды ғой жастар үшін да. Жастардың әрбірінде қазір қалтасында сол әлеуметтік желіге мүмкіндік бар. Сол кез келген мәселе туындаса әлеуметтік желіге жүгіне кетеді. Бұл жердегі әлеуметтік желідегі мәселе, бірінші мәселелердің бірі ол жаңағы айтып жатқан ресми парақшалар. Біздің елімізде Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының ресми парақшалары бар. Енді ресми, бейресми деп көп айтамыз ғой, осының айырмашылығын біліп алсақ, енді ресми деген ол жаңағы діни бірлестіктің атына тіркелген, былай айтқан кезде сол жаққа ақпараттың әрбір салынған ақпарат егжей-тегжейлі зерттеліп, сол ақпаратқа былай айтқан кезде арнайы мамандар отырады. Сол ақпаратты беруші, яғни діни ақпаратты беруші, діни мамандар отырған кезде ол жердегі ақпараттың барлығы зерделеніп, зерттеледі. Содан кейін барып ол жерге салынады, қателік болмайды, яғни. Демек, адам аты жазылады, автордың бейресмилерде ол көрсетілмеуі мүмкін. Иә, бейресмиде көрсетілмеуі мүмкін. Ал бейресмиде ол айтып жатқандай ешқандай бір жауапкершілігі жоқ. Ол қандай мемлекетте, немесе қандай тұлғаға, немесе қандай діни бірлестікке тіркелгендігі беймәлім. Ол атын жазып қою мүмкін, бірақ шындығында ол ешқандай қатысы болмауы да мүмкін ол адамға, немесе жаңағыдай басқа мемлекеттік бір діни бірлестіктерге. Ал ол жаңағы бейресми болған екен, ол жердегі ақпараттық мәселе, ақпарат салынатын ақпараттар да ол көбіне тексерілмейді, және ол жерде арнайы маманның отырмағандығы беймәлім. Көбінесе ешқандай өзінің білімі жоқ, діни білімі жоқ адам келіп ол жерге бір ақпараттарды салып, адамдарды адастырудың ең бірінші қадамдарын жасап жатады, мысалы көріп жатсаңыз. Енді менің өзім тәжірибемді айтып кетейін. Осындай бір 15 жасар жігіт болған. Ол жаңағы өзінің дінге қызығушылығы, сезімі, былай айтқан кезде эмоциясы басым, енді дінге қызығушылық бастап, діннен нәр алып бастаған кезде ол жаңа интернет желісінен алған көбінесе. Соны интернет ғаламтордан алған ақпараттардың барлығын жаңағыдай ой сүзгісінен өткізбей, өзінің бойындағы сезімдеріне беріліп, ол жаңа телеграмнан парақша ашып, жаңағы хадистерді атау қойып, яғни хадис
сахих хадистер деген атау қойып, өзінің кездескен хадистерін бәрін сол жерге сақтап, өзінің класстастары және достарын сол группаға, былай айтқан кезде топқа қосып қойған. Қарап отырсаңыз, өзінің ешқандай діни білімі жоқ, енді дінге келіп діни былай айтқан кезде әлі сусынданбаған, жаңағы діни білімнен ешқандай бір қайнар көздерден алмаған. Ол не істеді? Жаңағы өзі ғана адасып қоймай, өзінің айналасындағы достарын, класс сыныптастарын адасушылыққа жаңағыдай бірінші қадамдарын жасап бой алдырып қойды. Оны дер кезінде, яғни біздің мамандар анықтап бізге жүгіндірді, ата-анасы алып келді. Осы түсіндіру жұмыстары арқасында ол жігіттің, жаңағы жеткіншектің жас, ол көп мәселені түсініп, ол бір осы діни мәселеде бір ұстазға жүгіну керек екенін түсініп, осы діни сұрақтар туындаса мешіт имамдарына бағыттау керек екенін бағыт-бағдар берген болатынбыз. Қарап отырсаңыз, осындай өте көп, бұл бір біздің білетін жағдайымыз, білмейтін ондай көптеген жағдайлар көп, отбасының ішінде болып жатқан, қоғамда болып жатқан. Яғни қарап отырсаңыз, діни білімсіз ешқандай бір ресми, бейресми парақшаларды ажыратпастан, яғни ғаламтордағы сауатсыздықтың кесірінен осындай қоғамда көптеген бір бүліктердің бастауы болып жатады. Сондықтан осындай ресми мен бейресми парақшаларды ажыратып, парқына барып, әрқашан ой сүзгісінен өткізу өте маңызды. Сіздің айтқаныңыз өте керемет болды. Мына бір эмоция деп айтып өттіңіз. Демек, біз қандай да бір ақпарат алатын кезде, енді әсіресе біз діни тақырып болғандықтан, діни мәселе келген кезде жаңадан намаз бастап, жаңадан дінге қызығып, немесе әлі оқымай енді қызығып жүрген азаматтар болатын болса, демек эмоцияға беріледі. Эмоцияның нәтижесі мынандай қауіпті нәрселерге әкелуі мүмкін. Демек, біз қандай да бір нәрсеге жүгінетін болсақ, маманнан алатын болсақ, демек бізге ақыл керек, ақылды пайдалану керек. Қандай мәселе бейресми ме, ресми деген секілді өзіңіз ой сүзгі дедіңіз ғой, мына контент анализ деген болу қажет. Сол себепті қандай да бір іске жүгінген кезде, немесе бір амал жасаған кезде эмоцияға берілудің нәтижесі бұл манағыдай дұрыс түсінбей қалу қаупі бар. Демек, бұл жердегі тек қана жалаң эмоциямен емес, ақылмен де саралап, мамандармен жолығып, арнайы сұрақтарға жауап алуға болатындығын байқадық. Енді Әнуар ұстаз, сізге сұрақ. Мысалы, діни тұрақтылық қалыптастыру бар ғой. Осы мәселеде отбасының рөлі қандай болуға қажет енді? Өте керемет сұрақ. Бірінші, отбасы деген, отбасының негізін қалаушы әке мен ана ғой. Демек, әке мен анаға артылатын жүк орасан зор. Оған пайғамбарымыздың керемет хадисі бар. Сендердің күллүкум роин дейді. Сендердің әрбірің шопансыңдар дейді. Демек, бұл бағыт әкеге, ата-анаға қарата айтылып отыр. Шопан өзің баққан қойынан сұралады дейді. Демек, әрбір отбасының негізін қалаушы әке мен анаға үлкен жауапкершілікті пайғамбарымыз жүктеп отыр. Жауаптысыңдар деп жатыр. Демек, сол шаңырақта дүниеге келген қызымыз болсын, ұлымыз болсын, оған тікелей бірден-бір жауапты. Ол мемлекет емес. Ол кішкентай сол шаңырақтың иесі, әкесі мен анасы тікелей жауапты. Сондықтан мына өзіміздің отбасымызда өсіп отқан ұл қыздарымызға діни тұрақтылық сақтауда көршілермен, оның да достары болады, оның да қатар құрбылары болады, солармен бір сенен қарым-қатынас мәселе жүрген кезде кез келген адамды құрметте. Қазақ айтады ғой, әр түріңді қадір біл, әр адамды қадір біл дейді. Қараңыз, әрбір адамды қадір біл дейді. Әр түніңді қадір біл деген сөз, яғни Рамазан айында білеміз, ең қасиетті түн ол қадір түні. Қадір түні 1000 айдан да қайырлы дейміз. Демек, біздің ата-бабаларымыз сен әрбір түріңді қадірсіні секілді құрметті бағалай біл деген сөз. Екінші, әрбір адамды қадір біл деген сөз. Әрбір адамды қадір біл, әрбір адамды сен өзіңнен төмен санама. Ол өзіміздің отбасымызға. Демек, отбасы болғаннан кейін ол көршісіз отбасы болмайды. Өзі отбасы деген оң жағымызда, сол жағымызда, алдымызда, артымызда деген секілді ғой. Осы тұста пайғамбарымыздың керемет хадисі ойыма оралып отыр. Мына көршінің 3 категорияға бөледі. Көршіні 3 сатыға бөліп қарайды. Бір көрші бар, ол көрші. Екінші көрші бар, көрші әрі мұсылман. Үшінші көрші бар, әрі көрші, әрі мұсылман, әрі туысқан. Демек, бірінші көрші ол сізге көрші болуы мүмкін, бірақ оның сенім басқа болуы мүмкін. Өзге дін сенім өкілі болуы мүмкін. Бірақ пайғамбарымыз сен онымен көршілік қарым-қатынасың сақта дейді. Сондықтан ислам діні шын мәнінде қарап тұратын болсақ,
көршілермен қарым қатынасты керемет жолға қойғандан ғой. Қандай болмасын, ол сенің көршің. Демек сен көршімен жақсы қарым қатынас жасауға біз бұйырылғанбыз. Демек міне осындай қоғам болғаннан кейін сол қоғамдағы отбасыны әуелі сол отбасы көршілермен қарым қатынас жасауды үйрету, отбасымыздағы мәселен ертең ол оқуға түседі, мектепке барады, басқа деген секілді сондай бір ортаға тап келген кезде, яғни біздің ұлдарымыз, қыздарымыз өзінің наным сенімін не берік бола отыра, өзге наным сенімдерді құрметтеп, қадірлеп болады ғой. Өзің біреудің бір қазақ айтады ғой, құлдың да құрдасы бар дейді ғой. Кез келген ұлымыздың да қызымның құрдасы бар, бірақ ол қыздарының құрдастарымен әртүрлі сенімде болуы мүмкін мәселен. Демек сол ортада ол өзін байсалды, білімді, парасатты болып қалыптастыру үшін отбасының осы жерде орны ерекше. Қазақ айтады, ұяда не көрсең, ұшқанда соны көресің дейді. Ұяда не көрсең. Демек, ұя ол біздің үйіміз. Сол ұяда көрген мына сөз ойыма оралып отыр. Ұл жарылқап ас бермес, әке үлгісін көрмесе. Қыз ақылды ескермес, ана үлгісін көрмесе. Демек, әке мен ана ол үлкен ұстаз. Демек, ұл үшін, қыз үшін ең ұлы ұстаз оның ата-анасы. Өмірлік бағдар беріп отырмын. Ол мектептегі жіберілген санаулы сағаттарда, ол мектептен жаңағыдай бір пәндерге белгілі мемлекеттің бекітіліп берген пәндерінің ұстаздарының алдынан өтеді. Математика, физика, химия деген секілді. Ал одан бөлек ол ұстаз, ол ата-ана, өмірлік бағдар беретін. Сүрінсең орныңнан тұр, алдыңда өмірің бар, болашағың жарқын болады. Мұңайма, жаңағыдай ұбт-дан құлап қалдым деп өзің жаңағыдай қастық қылушы болма. ұбт деген тек қана ол бір уақытша дүние, ол сенің толыққанды біліміңді айқындайтын ол бір көрсеткіш емес. Ең бастысы денің сау болсын, басың аман болсын деп мотивация беріп отыратын, ұдайы ұл қыздарын жақсылыққа тәрбиелеп отыратын, кез келген адамды құрметте, кез келген адамның сенімін қадірле, біреудің несіне тіліңді тигізбе, біреудің жаңағыда ар-намысына қол сұқпа деп тәрбие беретін орта, ошақ ол біздің үйіміз, отбасымыз. Демек, отбасы ол бір шағын мемлекет болғандықтан, сол отбасының мықты болуы ол жаңағыда әкеге, ананың терең білім иесі екендігін не тағы да айналып келіп соғамыз ғой. Сол себептен әке мен анаға артылатын жауапкершілік орасан зор. Ұлымызды, қызымызды тәрбиелеген кезде айналайын жаңағыдай өзіңді өзің жат жаннан төгілсін дейді ғой. Сондықтан біз сол өзгелерді де қадірлей білуге, өзіңнен биік қоюға шақырады. Өзі бір ғалымға сұраған екен, көркем мінез дегеніміз не деген екен? Көркем мінез деп не деген кезде, ол кісінің берген анықтамасы керемет. Сенің алдыңнан кездескен әрбір адамды өзіңнен жоғары санау деген. Демек сен мен намаз оқыды екенмін, мен ораза ұстадым екенмін, мен жаңағыдай бір намаз мешітке барып жүр екенмін. Демек сен өзіңді өзгелерден биік санама. Керісінше сен топырақ бол. Құл-Қожа Яссауидің өзі ұстанымы бар ғой. Топырақ бол деген секілді. Ол деген не деген сөз? Қарапайым бол деген сөз ғой. Демек біз отбасыда балаларымызды, ұл қыздарымызды қарапайым болуға, өзін өзгелерден артық санамауға тәрбиелеп отыратын ошақ. Өте керемет. Демек бұл жерден біз білетініміз, отбасы өзінің баласына жауапты, яғни діннің өзінде де әрбір бақташы өзінің баққан нәрсесін жауапты, жаңа шопан деп айтып жатырмыз. Демек жауаптымыз. Дін жағынан біз қарап келген кезде біз олар үшін демек жауап береміз. Ал қоғамдық мақсатқа келген кезде мектепте тек қана білім алып жаңағыдай тәрбие алатын болса, ал отбасымен әрқашан бірге. Демалыс күнде де баршада да бірге жүреді. Демек осыған байланысты ұл қыздарымызға дұрыс бағдар беріп, дер кезінде діни сұрақтарына жауап тауып, дұрыс ақпараттарды беріп, арнайы мамандармен жолықтырсақ, демек бұл бізде өзіміз білмесек те арнайы мамандарға жолықтыруымыз бұл үлкен бір керемет нәрсе. Енді жаңа мектеп деп айтып өттік. Сайтмұхаммад мырза, сізге сұрақ. Мектеп пен жоғары оқу орындарының діни мәдениет қалыптастырады ғой енді бір кезеңдерде. Соның рөлі қандай болады? Балаға әсері? Бұл тақырыпта өте маңызды. Яғни мектеп пен жоғарғы оқу орындарын айтып отырсыңыз ғой. Мектеп бұл енді жастарымыздың бір білім алатын ең бірінші қадамдарының білім алатын ең бірінші орталықтың бірі болып есептелінеді. Мектепке, яғни тек қана ол
бір ақпарат қана алмай, ол рухани іргетасы қаланатын, дүние танымы, түсінігі қаланатын ең бірінші орта ол. Сол ортада кезінде де болды, әлі күнге дейін болып жатыр ғой, тәрбие сағаты кезінде дінтану сабақтары болды. Бұл жерде діни тұрақтылықты, яғни толеранттылықты, сол діни түсініктің ең бірінші бастауын сол мектепте бірінші кездесетін мәселелердің бірі. Сол кезде ол не істейді? Басқа дін өкілдері де ол жерде мектепте оқиды, басқа ұлт өкілдері. Сол кезеңде ол сонымен танысып, сол кезде ақпаратпен бірінші жолығатын кезең, жаңа айтып жатыр қой. Сол жолыққан сәтте оны дұрыс бағдарып беріп, діни толеранттылықты, діни тұрақтылықтың ең бірінші бастауы, яғни төзімділікті, сабырлықты, рухани іргетасын дұрыс қаланса, ол мектептің бастау алған іргетасы ол өмір бойына ұстаным болып қала бермек. Яғни ол кезде ең бірінші жаңағыдай алған білімі ол тасқа қашап жазғандай дейді ғой. Сол кезде ол дүние танымы сол түсініктердің барлығымен қауышса, сол кезде дұрыс мамандарға жолығып, былай айтқан кезде дұрыс бағыт бағдар алса, ол мектептің ең бірінші рухани іргетасы десек болады. Ал жоғарғы оқу орындары, ол жоғарғы оқу орындарында, яғни сыни ойлау жүйесін қалыптастырады. Яғни ол жерде ғылыми дінді тек қана сыртқы формасымен ғана емес, яғни ғылыми тұрғыдан зерттеуге, яғни жан-жақты пікір алуандылығы, осының барлығын осы жоғарғы оқу орындарында бірінші кезекте яғни жүргізіледі. Бұл екі айтып жатқан екі мәселенің екі оқу орны, былай айтқан кезде біреуі бастапқы діни білім алатын мектеп болса, екінші жоғарғы оқу орны, бұның екеуі де қоғамда ең басты жаңағыдай білім беретін жүйелердің ең басында тұрған орталықтардың бірі ғой. Сондықтан бұл жерде алынатын білім ол өмірінің, былай айтқан кездегі өміріндегі ең алғашқы алған ақпараты өмірінің соңына дейін сол бір ұстанымда қалып қою әбден мүмкін. Сондықтан ол жерде қалыптасады. Фундамент қалыптасады. Сол кезде ол дұрыс ақпаратқа жолықса, дұрыс маманға, жаңа сіз айтып жатқан әрбір маман иесі дейді ғой, сондай иесіне жолықса, ол ертеңгі іргетасы болып қалана бермек. Демек, сіздің былайша айтқан кезде адамзат тарихында адамзаттың жалпы даму кезеңдері болады ғой. Енді отбасыда үлкен тәрбие алады, одан кейін мектепте ең алғашқы өзге ұлт болсын, өзге дін болсын өкілдерімен жолығады, көреді, танысады, біледі, достасады, нәтижесінде төзімділік пайда болады. Осы төзімділік, мысалы толеранттылық деп айтып жатырмыз ғой, қазақшадан төзімділік қасиетін алады. Ары қарата жоғары оқу орынға түсетін кезде жаңағы сыни ойлау дамиды деп айтып жатырсыз. Демек, бұл жерде жоғарыдан қарау, баршасын салыстырып көру, объективті көзқараста ұстану деген секілді қасиеттерді алатын біз түсіндік. Енді өзіңіздің теолог ретінде жастарға қандай кеңес бересіз осы турасында? Енді осы салада жүріп тәжірибемнен жинаған енді азды көпті тәжірибеммен бөлісейін. Әрине бұл бірінші кезекте өзімізде осы бағытта оқыдық, осындай неше түрлі діндермен тоқтығыстық осы уақытқа дейін, осы салаға жұмыс қызмет атқармай тұрып та бірнеше осындай мәселелермен кезінде ұштастық. Сол кездегі маңызды мәселелердің бірі, ең бірінші байқағаным ол жаңағы сыни ойлау пікірін қалыптастыру. Әрқашан жаңа айтып жатқанның барлығын ақиқат деп ұрандатып жүгіруден алдын бірінші оны сыни ойлау, оның жаңа оң терісін жаңағыдай бағыттап, салыстырып көріп, одан кейін ғана барып ақылға салып осыны жаңағыдай жүзеге асыру керек. Яғни бірінші сыни ойлау өте маңызды. Одан кейінгі білім, яғни біздің енді бұл білім бірінші тұрады ғой, енді әрқашан былай айтқан кезде білімді біздің енді пайғамбарымыздың да қарап отырсаң өсиеттерінде, нұсқаулықтарында әрбір мұсылманға білім алу парыз дейді. Яғни білімді бірінші деңгейге қойып тұр әрқашан. Яғни оны ақпаратты жаңағы алған кезде жаңа айтып жатқан бүкіл мәселелердегі ақпараттардың барлығы бұл білімнен туындайды. Яғни қарап отырсаңыз, ол жаңағы адасып жатқан адамда немесе жаңағыдай фанаттық көзқарасқа, радикалдылық немесе терісіне ағымдардың жетегінде кетуінің көп бірінші салдары негізі білімсіздік болып келеді. Одан кейінгі мәселе жаңағы эмоция дейміз ғой, соны өзінің эмоциясын басқара білу. Яғни әрбір діни мәтінді эмоциямен қабылдамай, оны ақылмен қабылдауды қажет етеді.
бұл мәселелердің барлығы негізі қарап отырсаңыз, бұл бірінші жаңағыдай алғашқы сол ақпараттармен, қандай топтармен болсын, қандай діни мағлұматтар болсын, ақпараттармен жолыққан кездегі бірінші мән беретін мәселелер ғой, былай айтқан кезде. Одан кейінгі мәселелер жаңа айтып жатырмыз ғой, елімізде Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы бар. Енді қазір біз осы ислам дінінің төңірегінде болып жатыр, біздің өңірімізде және Қазақстанның да басқа өңірінде осы ислам дінінің жаңағыдай дінді ұстанамын деп теріс діни ағымдардың жетегінде кетіп қалып жатқан себептер ғой негізі, осындай ақпараттық түсіндіру жұмыстары жүріп жатқаны. Сол қарап отырсаңыз, осы жаңағыдай дұрыс таным көздерін дұрыс таңдау, ол кітап болсын, ол ғаламтор интернет желісі болсын, парақшалар болсын, ол жердегі парақшаларды егжей-тегжейлі зерттеу, яғни оның қандай бір қоғамдық бірлеске немесе діни орталықтарға қатысы бар жоғын, және сол жақта мағлұмат беріп жатқан уағызшы жаңағы лекторлардың кім екенін анықтау. Ол жаңағы өз дін саласының маманы болмауы мүмкін, ол да сол бір топтың жетегінде кетіп, соның көсеміне айналып, жақсы сөз сөйлеген, тәтті сөйлеген, яғни сөздеріне еріп кетудің сақтану керек. Ораторлық қасиеті болуы мүмкін. Ол жерде шешендік өнер, оның барлығы қазіргі таңда сондай діни тар болуы да әбден мүмкін. Яғни адам тыңдаған кезде құлағын жаңағыдай құршысы қанып, сондай бір керемет сөйлеп жатыр екен деп еріп кетіп жатады. Ал діттегенде негізінде қарап кетсеңіз, ол діни негіз ұстанымдарына, діннің негізгі ұстанымдары, яғни қайнар көздеріне мүлдем қайшы әрекет болуы да мүмкін, қарап отырсаңыз. Бірақ осындай білімсіздіктің немесе жаңағыдай эмоцияға берілудің салдарынан осындай жолдарға түсіп кетіп жатады. Демек сіздің жауабыңыздан біздің түсінгеніміз сауаттылықты дамыту қажет қой. Білім міндет, әрбір мұсылманға білім парыз делінген. Соған сай білімді қоғамда пайдаланудың өзі бір үлкен мәселе ғой, демек. Енді ары қарата сұрақтарымыз енді діни тұрақтылық пен енді мемлекет арасында байланысты болады. Осы турасында мемлекет пен дін үйлесімді, мысалы, қарым-қатынасы бар, көптеген съездер өтіп жатыр, неше түрлі конфессиялар келіп жатыр. Қандай дәрежеде енді мемлекет діни саясатта қалай жүзеге? Дінмен қарым-қатынасы негізгі қазіргі таңда өздеріңіз де көріп отырсыздар, қанша ұлыстар мен ұлттар біздің елімізде өмір сүріп жатыр. 150-ге жуық деп жатады бір деректерде. Жаңағыдай этностар, былай айтқан кезде біздің қазіргі қоғамда өмір сүріп жатыр. Ол 150 этнос болса, ол 150-ге жуық этнос болса, оның 150-ге жуық сенімдері бар. Осы сенімдердің барлығын ауызбіршілікте, жаңағыдай төзімділікте, жаңағыдай діни сенімдеріне тосқауыл қоймай, мемлекетті тұрақты әрі тыныш бейбіт өмірде ұстау, бұл үлкен діни саясат, былай қарап отырсаңыз. Бұл әрбір адамның қолынан келе бермейді. Кейбір мемлекеттерде әлі күнге дейін тынышсыздық, былай айтқан кезде қауіпті жағдай орын алып жатыр. Ол қазіргі таңда көріп отырсыңыздар, қанша терактілер болып жатыр. Әлі күнге дейін осындай бір-бірімен келісе алмай қалып жатқан қоғамның ішіндегі сенімдердің тоқтығыстарынан азаматтық соғыстар болып жатыр. Бұның барлығы мемлекеттік жүйедегі бір, қарап отырсаңыз, үлкен жасалатын істер. Соның көрсеткіші біздің Қазақстан қазіргі таңда, кеше жақында ғана басқа дін аралық съезд болды ғой, мемлекет әлемдік съезд болды. Қарап отырсаңыз, бүкіл дүние мемлекет әлемдік съезд болды. Қарап отырсаңыз, бүкіл дүниенің шар тарапынан дәстүрлі дін жаңағыдай ұстанатын сол сенім жүйесінің құрушылары тағы басқа осы жерге жиналып, бір-бірімен толеранттылық, төзімділік жайында және бір-бірімен осындай пікір алмасу жиналысы өтті. Қарап отырсаңыз, бұл тек қана бір сыртқы формальды түрде немесе сыртқы формасын ғана емес, былай қарап отырсаңыз, ол жерге келудің өзі бір толеранттылықтың белгісі. Себебі мен білетін осы біздің қоғамда өмір сүріп жатқан бір топтар бар, христиан бағытының ішінен шыққанда, олардың жаңағыдай осындай басқа дін өкілдерімен жолығуы тыйым салынған діни сенімінде. Қарап отырсаңыз, ол жиналыстарға мүлдем келмейді. Ол өзі бір келген кезінде жеке келді біздің орталыққа, және алдында жиналыста көрінбегенін сұрағанда ол айтты, біздің сенімімізде ол рұқсат етілмейді деді. Демек сенім оларды тыяды. Сенімнің өзі тыйып тұр.
Ал жаңағы біздің жаңа өткізілген съезді қарасаңыз, бүкіл мемлекеттен сол жерге жиналуларының өзі бұл толеранттылықтың белгісі және мемлекеттің зайырлы принциптерінің бір ұстанымның көрінісі десек болады. Дінаралық арақатынас Иә, дінаралық арақатынас, ол жердегі мәселелер, оның барлығы сол жерде талқыланып, бір шешімге келіп, ауызбіршілікке келіп жатыр. Иә, өте керемет. Сұрағыңызға жауапты өте тұшымды бердіңіз. Енді Әнуар ұстаз, сізге сұрақты қоятын болсақ, енді ұлт мәселесі, дәстүр дейміз, құндылықтары дейміз, діни құндылық бар оның ішінде. Осы мәселе келген кезде енді біздің қазақи дәстүріміз бар, салтымыз бар. Мына ата бабамызда мысалы советтік дәуірден келгеннен бері мысалы дін мен дәстүр біте қайнасып, қазіргі таңда соның тәрбиесімен келдік. Яғни өзіңіз алдыңғы буындарсыздар, енді мен жаспын сіздерден. Сол осы мәселеде келген кезде ұлттық дәстүр мен діни құндылықтардың байланысы қалай тоғысады осылай? Жалпы бұл дін мен дәстүрді бұл егіз ұғым деп қарастырсақ артық болмайды. Иә. Себебі біз күні кеше ғана мұсылман болған ел емеспіз. Біздің ислам дінімізбен мәселен халқымыздың қауышқандығына мінекей 12 ғасырдан астам уақыт өтті. 12 ғасырдан бері біздің сонау ғасырлар бойы сақтап келе жатқан ұлттық құндылықтарымыз бар, салт дәстүрлеріміз бар, әдет ғұрыптарымыз бар мәселен. Бұлардың барлығын мәселен бір жаққа ысырып тастап, тек қана дінмен ғана ұстаймын десек, онда біз догма айналып кетеді екенбіз. Себебі кез келген нәрсенің жауабын діннен іздей бергенде қажет емес. Ал кейбір қарапайым нәрселерді өзіміздің ұлттық құндылықтарымызда, салт дәстүрлерімізде мәселен осы жақтардың өзінде мәселен жауаптарын табуға болады. Мына шариғатта өзі бір 8 қайнар көз бар, соның біреуі әдет ғұрып. Бір елді мекеннің өзінің ғасырлар бойы ұстап келе жатқан әдет ғұрпы болатын болса, сол әдет ғұрпының өзі шариғатта дерек көзі табылады. Дәлел көзі табылатындығын ғалымдарымыз алға тартады. Демек, бұл деген сөз шариғаттың өзі дәстүрді жоққа шығармайды. Бір жағынан, енді дәстүрдің де озығы мен тозығы бар екенін ұмытып кеткендер осы тұста. Біздің тек дәстүріміз. Бұл дәстүр шариғаттың жаңа қағидаттарына ол қайшы келетін болса, онда ол дәстүрді біз онда шетке ысырып қоямыз. Себебі дәстүр деген нәрсені ол тек бір жерде ғана орындалса ғана дәстүр емес, ол жалпы халықтық дәстүрлер болу керек. Мысалы, наным сенімдер бар. Батыстағы бар наным сенімдер шығыста болмайды. Шығыстағы бар наным сенімдер бізде жоқ. Бір Қазақстанның өзінде төрт бұрышында мәселен 4 түрлі наным сенімдер бар мәселен. Қыз келін ұзатуда, жаназаны шығарып салуда, басқа әртүрлі наным сенім бар. Бірақ жалпы бүкіл қазақ халқына ортақ дәстүрлер болған кезде, онда солардың біздер жаңағыдай бір байыппен қарап, әрине біздің өзге мұсылман елдерінде кездеспейтін мәселен бізде 7 атаға дейін қыз алыспау. Оны кәдімгідей біз кәдімгі аузымыз толтырып айта алатын біздің құндылығымыз, мақтанышпенен. Бұл да мәселен қарап тұратын болсақ, пайғамбарымыздың хадисіне барып негізделеді. Яғни алыстан некелерін алыстан алыңдар деген секілді. Себебі алыстан деген сөз, яғни сендер жаңағыдай біраз біздің 7 атаға дейін қыз алыспауымыз өзі. 7 ата деген сөздің өзі, мәселен былай бір атаны 25 жыл деп есептейтін болсақ, сонда 2 ғасырға жуық, 200 жылға жуық уақыт бойы сен өзіңнің жаңағыдай нең қарындасың болып келеді, сенің туысқаның болып келеді деген секілді біздің өзіміздің халқымыздың ұстанған дәстүрі шариғатқа да қайшы емес, дәстүрге де қайшы емес. Шариғат пен дін мінекей дәстүр біте қайнасып кеткен дүниелер бар. Мына біздің нелеріміз жаңағыдай келіндеріміз келгенде, ондай еліне келген жаңа келінді соны таныстыратын дәстүр бар. Оны беташар дейді. Беташарда айтылатын өсиеттерді, беташарда айтылатын жаңа жырларды жолына қарап отыратын болсаң, сонда келген келінді қандай елге келді, қандай ортаға келді, бұл жерден, бұл ортадан, бұл әулеттен кімдер шыққан, бұл әулеттен кеше ғасырлар бойы бүкіл алты алашқа мәлім берісі алшынға мәлім болған бабаларының таныстыруы. Демек, ол келінге сен жай жерге келгенің жоқ. Сен осал болмауың керек. Бұл елден осындай келіндер шыққан. Сен сол келіндердің, солардың сен жалғассың деген секілді келген келінге келген сәттен бастап оған босаңсымауды, оған жаңағыдай арқаны кеңге салуды емес, керісінше
тағы да үлкен жауапкершіліктің мойнына жүктеп отқандығын осы беташар салтында солар насихатталады, беріледі. Иә. Одан кейін мына біздердің келіндердің сәлем салуымыз мәселені. Оны бір ақсақал айтады. Енді бір үйге түскеннен кейін, ол енді өзімнің қызымдай деп өзім есептеймін да, күндері бір күнде айттым дейді, осы сен сәлем салмай қой деп айттық дейді. Бір үйде тұрамыз, оның не бар дейді. Күндердің күнінде дейді, жаңағыдай жақсы деп келінді оны қабылдады. Күндердің күнінде жаңағыдай қарасақ, арадағы субординация дейміз ғой. Қарым-қатынас жақындай бастады дейді. Арадағы былай айтады, көзге көрінбейтін қорған болады ғой. Сәлем салу деген сөз, көзге көрінбейтін қорған бар, оның шекарасы бар. Атаның шекарасы бар. Демек шекара бұзылды деген сөз. Демек ол менің шекарам өтіп кетті, мен оның шекарасын өтіп кеттім деген секілді. Сонда барып мен білдім, бұл сәлем салуды үлкен жасқа келсе де бұған бұзбау керек бұны. Бұл үрдіс. Бұл үрдіс бұзбау керек. Яғни сіз отбасыңызда бұзылғаннан кейін бұл адырайды деген сөз. Бұл былай айтқанда бір үйдің кірпіші қандай әдемі қаланды болса, сол қаланып келетін ғасырлар бойы салт дәстүрлердің сабақтастығын біз оны кешегі ескінің сарқыншағы, бұл жаңағы орта ғасырда қалып кеткен дүниелер ғой, қазір 21 ғасыр, бұлардың не керегі бар деп барлығын жинап бір қорапқа салып сыртқа шығарып тастауға болмайды. Бұл керісінше үйіміздің төрімізде тұрыр, бірақ оны заманға сай соны әрмен қарай жаңғыртып отыруымыз керек. Иә. Қазір таңда бәріміз мәселен жаңағы телефонның ең соңғы жаңағыдай модельдерін пайдаланамыз, аксессуарлар пайдаланамыз, көлікті пайдаланамыз да, бірақ сайып келген кезде біз енді ел болып еңсеміз түсіп жақсы тұрмысқа жеткен уақытта кешегі жаңағыдай ескілік құндылықтардың барлығын ұмыт қалдыруға болмайды. Оны керісінше біздің бұл тарихымыз, бұл біздің мәдениетіміз, бұл біздің кодымыз, ұлттық кодымыз, бұл біздің байлығымыз. Біз қазір ұрпаққа не береміз қазір деген? Қазір ұрпақты немен таңғалдырасың, шеңмен таңғалдыра алмайсың. Біз өзіміздің сонау кеше қараханиттердің дәуірінен бастап, кешегі Алтын Орданың, кешегі мына Керей мен Жәнібектің заманынан бері қарай жеткен үлкен алтын құндылықтарымызды біз соны саф күйінде, соның бірде-бірін жоғалтпай, кейінгі жас ұрпаққа біз беруіміз керек. Соны тиісінше тапсырып кетудің өзі бір үлкен жауапкершілік. Жан-жақтан зерттеп қараған кезде қазіргі мынау дамушы мемлекеттердің өзінде осы өздерінің ұлттық құндылықтарына деген жаңағыдай бір басымдылық беріліп жатыр екен қазір. Себебі олар көрді. Ғылымда айға ұшып жатыр, басқа игеріп жатыр, бірақ адами құндылықтарды жоғалтып алып жатыр ғой. Адами құндылықтар қалыптастыратын қазіргі институттар құрып жатыр екен. Біздің mesela ұлттық құндылықтарымыз бар ғой, mesela қонақ шақыру, үйге қонақ шақыру, басқа араласу, олар үшін біздің күнделікті салт дәстүріміз олар үшін бір аңыз болып естіп көрінуі мүмкін ғой. Бірақ шын мәнінде ол біздің біте қайнасып кеткен тұрмысымыз ғой. Қонақсыз аш ішпейміз, ай көрмесе ағайын жат, жыл көрмесе жекжат жат деген секілді ай сайын бас қосып тұру, жиында керемет бірімізге бір жылы сөзіміз айтып отыруды қазіргі мына дамыған елдер осыған қайтадан оралып жатыр. Ұлттық құндылықтарына, ерекшеліктеріне, өйткені олар көрді, ұрпағынан айырылып қалды қазір. Енді осы орайда мысалы психология бар, мысалы батыс философиясы деген тарихта болды ғой. Жеке адамды өзін жекешелендіру. Демек, мынау сенің шаруаң, осыны ғана істейсің, ата-анаң болды ма, оған сенің шекараңды қою керексің, өзіңдікін жасау керексің деп адамды жекешелендіру саясаты болды. Демек, нәтижесінде мысалы батыс елдері деп жалпылама айтқан кезде, оның өзі кейінірек мысалы шығыс философиясын сонша даттаса да, онан кейін кейбір ақпараттан алып дәстүрге жолығу керекпіз, қайтадан тимбилдинг дегенді құрады. Демек, жұмыс болсын, біз отбасы болсын, көптеген мысалы пикниктер ұйымдастырады, сондай нәрсеге ортақ жиналып бір нәрсеге ортақ атсалысу. Демек, жеке өзіңнің жекешелендіруден көрі кейінгі топтасу деген шаруаға, яғни осы іске баса назар аударып отыр. Демек, енді сіздің айтқаныңыздан мен түсіндім. Мысалы дәстүр дейміз ғой, дәстүрдің мынаусы дұрыс емес, мынаусы қате деп кейбір мәселелерді жете түсінбей жастарымыз айтып жатуы да мүмкін. Демек, бұның өзінде бұл қазақтың керемет бір жеткізген, былайша айтқан кезде отбасы болсын, яғни тума-туыспен ара қатынастың өте мықты етуге құралған дәстүрлер ғой, демек бұлар. Солай ғой. Енді осы орайда діни тұрақтылық дейміз ғой. Діни тұрақтылық енді ата-баба дәстүрлерін ұстанамыз ғой. Ата-баба дәстүрін ұстанамыз, осылай деу керек деп. Демек, кейбір жағдайларда біз дәстүрді жоққа шығарсақ, біз ар жағында дінді жоққа шығарғандай болып қаламыз да. Сол себепті мысалы діни тұрақтылық сақтау үшін енді ата-баба дәстүрлерін ұстанудың рөлі қандай бізде? Өте жақсы айттыңыз. Мынау ұстазымыз, Нөр ұстазымыз біраз мәселелерді
ойға толғатып тоқталып кетті ғой. Ата баба дәстүріндегі діни тұрақтылықтың маңызы өте зор. Енді қарап отырсаңыз, діннің қайнар көзін алып салт дәстүрмен біріктіріп бізге оны өсиет етіп қалдырып кетті ғой. Былай айтқан кезде іргетасы негізі қарап отырсаңыз, ол салт дәстүрлердің барлығы бір сенімдерге, нанымдарға жүктелген. Соның барлығы дінмен ұштастырып, дінге қайшы тұстарын барлығын тазартып, бізге саф күйінде салт дәстүрмен жеткізіп берді. Енді қарап отырсаңыз, салт дәстүрімізде мысалы қонақжайлылық бар. Құдай қонақ дейді. Сол қарап отырсаңыз, қонағына өзі ішпейтін астың өзін қойып, құдай қонақпын деп келген адамды танымаса да, оны үйіне кіргізіп, мысалы бұрынғы кезде қазақ үйлер болды, киіз үйлер, сол жерге күтіп, қонаққа арнайы бір жілігін қойып қоятын болған. Қарап отырсаңыз, қонақжайлықтың маңызды рөлін жоғары қойғанда қарап отырсаңыз. Енді бұл дінімізде қарасаңыз да, нейді, кім Аллаға және ақыретке иман етсе, ол қонағын құрметтесін, дұрыстап соны айтып жатыр да. Қарап отырсаңыз, яғни құрметтеуді, қонақты дұрыс қарсы алуды меңзеп тұр. Діннің өзі соған бұйырып тұр. Қазақта біздің ата-бабаларымыз бұны өзінің ұстанымы, өміріндегі қағидалардың бірі етіп қойды. Одан кейін сәлем беру, мысалға сәлем беріңдер, ол бір-бірлеріне сүйіспеншілікті арттырады дейді дінде. Қарап отырсаңыз, бізде салт дәстүрімізде сәлемді бірінші беру, кішінің үлкенге сәлем беруі және сәлемді таныса да танымаса да беруді, бұл салт дәстүрімізде бір ұстаным ретінде, қағида ретінде, дала заңы ретінде қалыптасқан осындай бір мәселелер бар. Одан кейін салт дәстүрді мысалға қарап отырсаңыз, бұл дінмен ұштасатын тұстары өте көп. Содан кейін бір айтқым келген маңызды мәселе бар. Мысалға көп жаңа айтып жатырмыз ғой, елдер, басқа елдер тек қана бір мәтінге жүгінеміз деп, жаңа айтып жатқан батыстың кейбір философиясына жүгінеміз деп, өзінің мемлекетін жоғалтып алудың алдында ғана тұр. Яғни қоғам ыдырап кетті, бір-бірін танымайтын, ешқандай демография жоқ, яғни болашағы бұлыңғыр болып тұрған кезде олар не істеді? Осы жаңа сіз айтып жатқан дүниелердің бәрін, ауызбіршіліктің маңыздылығы, туыстық қарым-қатынас болар енді түсініп бастап жатыр. Ал кезінде ол жаңа өзіңмен өзің ғана бол, ешкіммен шаруасы жоқ, жаңағыдай көршісін танымайтын, бұл айтқан кезде ешкім жаны ашмайтын, сондай суыққанды бір ұрпақты тәрбиелейтін өздері бір жүйені құрған байқамай қалды да. Енді қазіргі таңда олар осы жан-жақтан келіп жатқан жаңағыдай идеологиялардың алдында бірінші өзінің ұлттық құндылықтарын маңызды екенін түсініп, соны қоюға тырысып жатыр да. Ал біздің ұлттық құндылығымыз, кодымыз ол кезінде ата-бабаларымыз осы салт дәстүрмен, тыйымдармен оны бекітіп қойды. Қарап отырсаңыз, мысалға үйге қарап жүгірме деп тыйым салып жатады. Ол тыйымды жаман болады деп бір ауыз сөзбен жауып қоя салды. Ал негізінде оның қарап отырсаңыз, арғы жағында қоғамның пайдасы үшін, адамның игілігі үшін өте бір маңызды мәселе бар. Кезінде мысалы жау шапқыншылығы кезінде, осындай шапқыншылық кезінде бір-бірімен жорыққа бір-бірімен қақтығыста өмір сүрді ғой, бұл дүниенің заңдылығы болды кезінде. Сол кезде үйге қарап адам жүгірсе, ол жаңағыдай бір жаудың келе жатқан белгісі деп танып, мысалы қорқыныш, үрей тудыратын болған. Хабаршы, хабаршы деп ойлап, мысалға аяғы ауыр аналарымыз мысалы босанып қоюдың алдында болған. Бұл яғни жүрегі тоқтап қалу, тағы басқа, яғни қауіп, денсаулығына қауіп төндірді деген секілді ғой. Бұны біз ұстанымызда біздің жаңағы осы салт дәстүрімізде бұны тыйым қылып қарастырды. Яғни үйге қарап жүгірме деді. Оның себебін біреу білсе, біреу білмей жатты. Бұның бірақ қарап отырсаң дінге қайшы, бұл жаңағыдай дінде жоқ деп бұны кесіп тастаудың ешқандай бір қажеттілік жоқ. Оның ар жағында негізгі мәселе, оның мақсаты, түпкі негіздері бар. Тағы бір мәселе, мысалға ислам дінінің ерекшелігі бар. Ислам дінінің ерекшелігі бұл әлемге ислам діні танылып келіп бастаған кезде дүниенің шар тарапына кетті да. Қарап отырсаңыз, бүкіл дүниенің бір-біріне тілдері ұқсамайтын, бір-біріне ұлттары мүлдем келмейтін ұлттар не істеді? Дінді қабылдап бастады. Және бұның жаппай бүкіл дүниеге жаңа таралуының бірден бір себептерінің бірі мен байқаған, бұл не? Ұстаздарымыздан үйренгеніміз, бұл жаңағы діннің жаңа толеранттылығымен қоса, бұл діннің ерекшелігі, бұл бір ұлтқа еніп барған кезде оның салт дәстүрімен, дүние танымын бірден кесумен айналыспайды. Ол не істеді? Санасады, және ол не істеді? Діннің негізгі принциптеріне, яғни негізгі ұстындарына қайшы келмесе, оған ешқандай тосқауыл, оған былай айтқан кезде кесумен айналыспаған. Олардың салт дәстүрі біте қайнасып кеткен ғой.
біздің Құдайдың бізге берген бір нығметтерінің бірі десек болады. Діннің қарап отырсаңыз мысалға судың арғы жағында өмір сүретін мынау Индонезия, Малайзия елдерін білеміз, иә, судың арғы құрлығында өмір сүреді. Сол жаққа мысалға дін саудамен барды деседі. Яғни сол жерге насихатсыз, яғни адамдардың көркем мінезі, ақылағымен жаңа айтып жатқан барлық діннің негізгі қайнар көздерін түсініп, соны бойына сіңіре білген мықты саудагерлердің арқасында ол жаққа дін барды деп жатады. Яғни саудагерлердің бойындағы әділеттілікті, адамгершілікті, жақсы қасиеттердің бәрін көрген кезде олар да сенің сенімің не деп мысалы қызығушылық білдіріп соның сеніміне кіруге тырысып сол жаққа дін барды деседі. Енді қарап отырсаңыз діннің тағы бір қызықты біздің мысалы Қайрат ұстазымыз да қайта айтып жүр ғой, сыртқы формасынан кіріп кеттік, біз негізгі ішкі формасына қайтуымыз керек деп та. Осы мәселеде мысалға дін жаңағы айтып жатқан Малайзия еліне мысалға басқаша киім үлгісі мына мата секілді беліне орап қояды, көріп жүрсіздер ғой, мысалы мынау қажылыққа барған кезде оны бірақ дін не істеді, ешқандай кескен жоқ, ол дінде болған жоқ, ол не істеді, Малайзиялың өзінің салт дәстүрі ұлттық киімі болды. Дін әуреті жабық тұрған екен, оны тескен жоқ, не істеді, қалдырды сол күйі. Сол сияқты өте көптеген мемлекеттерде ол сақталған. Мысалға мынау діннің көп ұстанып біздің елде осындай көрініс тауып жатады киім үлгісі, араб киім үлгісі. Бұлардың барлығы дінге дейін болса да, діннен кейін де өз ұстанымы қалды. Сол сияқты қазақ даласында да киімнің, ою өрнектің өзінің мағына беретін ұстанымдары қалды. Дінмен сабақтастыр, салт дәстүр бірлесіп кетті. Яғни киім кисе, шапан кисе, оның шетінде оюы болды. Тақия кисе, өзіміздің күмбезімізге ұқсатып, біздің қазақилықты білдіріп тұратын нақыштар, оюлар жасалды. Бұның қарап отырсаңыз дінге ешқандай яғни қайшылық жоқ. Дін негізгі принциптеріне ешқандай қайшылық келіп тұрған жоқ болған кейін дін не істеді, оны өз бетінше қалдырды. Яғни діннің бірге сабақтасып кетті, бірге ұштасып кетті, ешқандай бір-бірімен қақтығысқа түскен жоқ сенімдер. Демек, өте керемет тұшымды айттыңыз, жан-жақты тараптан талқылап терең түсіндірдіңіз деп ойлаймын. Біздің көрермендерімізге былайша айтқан кезде бүгінгі талқылаған діни тұрақтылықтың маңыздылығы өте жан-жақты терең айтылды деп ойлаймыз. Ендеше бүгін біз діни тұрақтылық пен жалпы қоғам арасындағы байланыс бұл үлкен бір жауапкершілік екен, дін жағынан да, жалпы адами құндылық жағынан да түсіндік деп ойлаймыз. Енді көрермендерімізге осы ақпараттардың тиіс дәрежеде жеткіздік деп ойлаймыз. Енді ары қарай соңғы сұрақтарымыз енді қонақтарымызға қоямыз. Қысқаша түйін ретінде діни тұрақтылықты бір сөйлеммен не деп атар едіңіз? Діни тұрақтылық деген ол дін ұстай алсаң қасиетің, ұстай алмасаң қасіретің. Осы екі ағау сөзді сетіріп кеткен атам қазақ. Шын мәнінде дін деген нәрсе өте қасиетті, қастерлі нәрсе. Оны ұстай үшін өте байсалды, көркем мінезді, жаңағыдай эмоцияға берілмейтін, білетіміз 1-9, білмейтіміз 99. Дін ұстаушы адамдарға айтатын насихатымыз, дін сіздің өзіңіздің ішкі жан дүниеңіздегі құпия сақталған құндылық. Оны келіп жаңағыдай бір менің сенімім осы, менің сенімім ұста деп айтуға болмайды. Ұстай алмасаң қасіретің деген сөз, яғни дін дұрыс түсінбесең өзің қиналасың, отбасыңды қинайсың, ағайын туған туыстарыңызды қинап, олардан ажырап қалатын дүниең бар ғой. Сондықтан Алла тағала дінімізді дұрыс ұстап, дұрыс түсінуімізді Алла баршамызға нәсіп етсін. Сіздерге үлкен рахмет. Діни тұрақтылық жалпы қоғамның рухани тұтастығының кепілі. Тыңдармандарға салауатты ой, сабыр, рухани байлық тілейміз. Енді келесі подкастта кездескенше.